Ассаламалейкум қазақ елі. Бізде Рамазанға орай сізге екі күшті жаңалық бар. Соның Бірінші керемет жаңалық сіздер үшін арнайы 5 ай бойы біздің A-Production командамыз арнайы Құран Маджид деген программаға қазақша Құранның қазақша аудармасын енгізді. КМДБ-ның Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының мақұлдауымен Ибадуллаевтың соңғы Құранның аудармасы, бұл айтқан кезде осы Құран Маджид программасына енгіздік. Енді сіздер кез келген жерде Құранды қолыңызға алмай-ақ, ыңғайсыздық танытпау үшін осындай кез келген адамда телефон бар. Телефонда өздеріңіз оқи алатындай әр аятымен бөлек-бөлек қазақшасы да сол жерде мәтін жазылған. 5 ай бойы біздің программистер осы программаға, бұл айтқан кезде приложенияға бүкіл жұмысын жасап шықты. Енді міне Рамазан айына сіздерге сүйінші ретінде табыстайын деп жатырмыз. Неге осы приложенияға? Неге? Өйткені бұл Құран Маджид приложениясы әлемдегі ең көп жүктелетін программалардың бірі. Және де ең ыңғайлы. Осы жерден сіздер кез келген аятты қазақшасын болсын, арабшасын болсын копировать етіп, немесе үлкейтіп, кішірейтіп, көздеріңіз көрмей жатса, сондай бір ыңғайлы копировать етіп, басқа статусқа, WhatsApp болсын, кез келген мессенджерге көшіріп, сол жерге копировать етіп жібере аласыздар. Осымен өте ыңғайлы. Ал енді мен кішкене осы приложение бойынша шолып өтейін. Осы приложение немен ыңғайлы? Біріншіден, әр аятты, негізі Құран әр парағын осылай үлкейтіп, кімде көз дұрыс көрмейді, көздіріп кейсеңіз ыңғайлы болады да. Сосын осы приложение ішінде қазақ тілін қалай шығару керектігін қазір көрсетемін. iOS, яғни iPhone және Android телефондардың аясында. Осы iPhone'дардың үстіндегі менюді басамыз. Ішіне кіреміз да, мына жақта переводы деген бар. Переводыға кіреміз, More Options деген басамыз. Міне мына жақта ең астында добавить больше переводов басамыз. Үстіндегі обновить деген кнопканы басамыз. Оң жақтағы астында мындай қазақ Ибадуллаев деген пайда болады. Соның қасындағы сол жағындағы плюсті басамыз. Тез арада жүктеледі. Сосын Құранға шықсақ, мына жақта міне қазақ тілі пайда болады. Машалла, керемет. Оң жағында араб тілі, сол жағында қазақ тілі. Баракалла. Және енді Android-тен көрсетіп жүр. Енді Android телефондарда қалай істелінеді? Енді Android телефондарда қалай істелінеді? Тура солай үстіндегі мәзірді басамыз. Сосын ең бірінші мына жақта пункттың ішінде оң жаққа былай бұрамыз да, мына жақта обновление контента деген бастырма бар, соны басамыз. Сосын астағы начать обновление контента деген басамыз. Кішкене күтеміз сәл. Загрузка болады. Осылай істейміз да, мына жаққа шығамыз. Сосын приложениені мүлдем жабамыз. Қайттан кіреміз. Сосын менюдің ішінен переводы деген табамыз. Міне переводы. Ішіне кіреміз де, мына жақта міне қазақ Ибадуллаев пайда болады. Соны басамыз. Құранға қайта шықсақ, мына жақта тура солай iPhone сияқты оң жағында араб тілі, сол жағында қазақ тілі шығады. Қазақ мәтінде. Өте керемет, өте ыңғайлы. Осы приложенияны көшіріп алыңыздар. Арнайы қазақ ел үшін, қазақтар үшін біздің A-Production командамыз осының барлығын жасап берді сіздерге. Ал енді екінші күшті жаңалығымыз. Алтынбек, екінші жаңалықты иншалла бір аптадан кейін сіздермен бөлісетін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ассаламағалейкум.